Сәлем қыздар, бүгін біздер өте дәмді әрі тез пісетін картошкадан жасалған запеканка немесе французша ет пісіреміз. Ол үшін бізге картошка, сиыр етінен жасалған фарш, пияз, майонез, қызанақ, ірімшік және дәмдеуіштер қажет. Алдымен картошканы жұқа етіп кесіп аламыз. Фаршымызға дәмдеуіштерді қосамыз: тұз, қара бұрыш және паприка. Мұқият араластырып шығамыз. Формамызға майды жағып шығамыз. Сосын жұқа етіп кесілген картошкамызды бір қабат етіп жайымыз. Егер одан көп салсаңыз, картошкаңыз піспей қалуы мүмкін. Оның үстіне майонезімізді осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Одан кейін дайын болған фаршымызды үстіне екінші қабат етіп саламыз. Фарштан кейін үшінші қабат үстіне пиязымызды салып шығамыз. Пиязды ұсақ етіп тұрасаңыз да болады. Өз еркіңізге байланысты. Одан кейін үстіне тағы да майонезбен өтіп шығамыз. Дәл осылай тағы да қайталаймыз. Бір қабат етіп картошка, оның үстіне майонезбен өтеміз. Кейін қайтадан фаршымызды саламыз. Ең үстіне қызанақтарымызды осылай салып шығамыз. Бәрін салып болғаннан кейін асымызды пешке 30-40 минутқа 180 градусқа қоямыз. Пісуіне 5-10 минут қалған кезде үстіне ірімшікті сеуіп шығамыз. Сонымен біздің асымыз дайын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын!